Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tuassir wa tamim bil khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті көрермендер, құрметті шәкірттер, құрметті жамағат. Міне біздің бүгінгі дәрісімізде өтетін сабағымыз ол хамзахтың түрлері. Яғни хамзахтың 7 түрлері болады. Соны қазір сіздермен бірге осыны үйренеміз. Хамзаның 7 түрі болады. Міне бірінші түрі, яғни алифтің үстінен келген хамза. Біз қазір осы бірінші түрін өтеміз. Міне. Яғни бұл ешқандай өзгеріс бермейді. Фатха келсе де бұл а дыбысын беріп әмәро. Әмәро. Яғни қараңыздар. Умиро. Умиро. Даәбә. Даәбә. Мәсәләтун. Мәсәләтун. Көрдіңіздер ғой, бұл бірінші түрі хамзахтың. Міне құрметті көрермендер, біз енді хамзаның екінші түрі, яғни алифтің астынан келгені. Қараңыздар, енді мысалынан. Идрису. Идрису. Бинабаин. Бинабаин. Лимабдаин. Лимабдаин. Және де лил мәләи. Лил мәләи. Көрдіңіздер ғой, хамза алифтің астынан келген екінші түрі. Енді хамзаның үшінші түрі, яғни яйдың үстінде тұрады. Бұл жерде яй оқылмайды, бұл жерде хамза болады. Қазір сіздерге түсіндіреміз. Міне мысалмен. Қаилун. Қаилун. Көрдіңіздер ғой, хамза және де кәсіра тұр. Астында яй. Қаилун. Яй оқылмайды, хамза кәсіра қылып оқылады. Раисун. Раисун. Арғарай. Суиля. Суиля. Және де қариу. 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 Көрдіңіздер ғой? Дамма кәсіра келіп тұр. Бәрібір бұл жерде, яғни біз алдыңғы сабақтарда алифтің үстінен фатха, кәсіра, дамма қылып а, и, у олып оқысақ, бұл жерде де тура солай оқылып жатыр. Ары қарай хамзаның төртінші түрі, яғни хамза ваудың үстінен келіп тұр. Бұл жерде біз вауды оқылмаймыз, жаңағы яй сияқты қазір сіздерге мысалында түсіндіреміз. Қараңыздар, муъминун, яғни ваудың үстінен хамза келіп тұр. Енді вау оқылмайды, хамзаның үстінен сукун келетін болса, біз кішкене ұстап оқимыз. Муъминун, муъминун. Көрдіңіздер ғой? Әрдайым осындай хамзаның үстінен сукун келетін болса, біз әрдайым муъминун деп кішкене ұстап оқимыз. Муъминун, муъминун. Енді әрі қарай, қараңыздар, ваудың үстіне хамза тұр, хамзаның үстінен фатха тұр. Енді бұл жерде муаззинун, муаззинун, муаззинун. Әрі қарай жалғастырамыз. Жазаухум, жазаухум. Міне бұл хамзаның төртінші түрі. Енді ары қарай бесінші түрі жеке өзінің жазылуы. Қазір мысалда сіздерге түсіндіреміз. Қараңыздар. Жаа, жаа, шайун, шайун, муруатун, муруатун. Және де суу, суу. Көрдіңіздер ғой? Міне бұл жерде де сол хамзаға фатха, кәсіра, дамма келгенде де біз ә, и, у деп оқысақ та, міне бұл хамзаның өзінде алифтің бір міндетін атқарады екен. Ары қарай, енді алтыншы түрі хамзаның, бұл жерде хамзаның иреленген түрі, бұл жердегі созу. Бұл жерде қазір сіздерге мысалында түсіндіреміз. Қараңыздар. Әмәні, әмәні. Біз созамыз. Қараңыз, мына жерде хамза тұр. Хамзаның үстіне фатха тұр. Яғни алиф, біз мәтті өткен болатымыз, өзі харекетсіз болып, өзінің алдындағы әріп фатхалы болса, онда ол мәт болады деп. Яғни біз кішкене созамыз. Мына белгі мәт белгісін береді екен. Көрдіңіздер ғой? Әмәні, әмәні, және де Құр'анун, Құр'анун. Көрдіңіздер ғой? Бұл созылады. Құр'анун. Бұл жерде тығылған жасырын хамза. Бұл алтыншы түрі. Енді құрметті көрермендер, міне хамзаның жетінші түрі, яғни уасла, яғни бұл қосып жалғау деген мағына береді. Қазір сіздерге мысалында түсіндіреміз. Қараңыздар, міне уаслы алифтің үстінен келіп тұр.
Енді бұл жерде қалай оқимыз? Харекеті жоқ. Я фатха, я касра, я дамма. Харекет жоқ. Енді бұл жерде оқылуын былай. Бірінші алиф, хо, тә. Үшінші үш әріп қой. 1, 2, 3. Үшінші әріптің харекетіне қараймыз. Үшінші әріптің харекеті касра болса, онда біз бірінші әріпке касра қоямыз. Ихтиярун. Ихтиярун. Көрдіңіздер ғой? Ихтиярун. Әрдайым біз үшінші әріпке қараймыз. Үшінші әріптің харекеті касра болса, фатха болса да біз касра қылып оқимыз. Өйткені біз әрдайым осындай алифтің үстінде уасли келсе, біз міндетті түрде біз үшінші әріпке қараймыз. Көрдіңіздер ғой? Міне тағы да мысал, қараңыз. Мына жерде әмраатун. Яғни бұл жерде роның үстінде үшінші әріптің фатха келіп тұр. Біз бәрібір бұл жерде касра қойып оқимыз. Имраатун. Имраатун. Бұл әрдайым фатха келсе де, касра келсе де, міндетті түрде касра қойып оқитын боламыз. Енді даммаға келген кезде қараңыздар. Бірінші әріп, мынау екінші әріп, үшінші әріп ж. Ж-ның үстін қарасақ, жимнің дамма тұр. Енді біз бірінші әріпке дамма қоямыз. Ус джуд. Ус джуд. Ус джуд деп оқимыз. Міне құрметті көрермендер, бүгінгі дәрісімізде хамзахтың түрлерін өттік. Хамзаның 7 түрі бар екен. Сол 7 түрінде үстіне қойып, кәсіра мен фатханы оқылуын үйрендік. Келесі дәрістерде кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.